Әлемдегі 10 ең үлкен супер жылқы. Бірінші орынның биіктігі 2,2 метр, салмағы 1500 келі. Ол адамдардан 260 есе күшті, бірақ оны мінуге ешкімнің батылы бармайды. Жылқылардың кең әлемінде кейбір ерекше тұқымдар, үлкен өлшемдерімен және таңғажайып күшімен әлемдегі ең үлкен жылқылар ретінде ерекшеленеді. Бұл алып жылқылар тек қана таңғалдырып қана қоймай, оның тарихи-мәдени маңызы да өте зор. Бүгін әлемдегі ең үлкен 10 супер жылқыларды қарастырайық және олардың шығу тегі, сипаттамалары және адамзат тарихындағы маңызды рөлдері туралы білейік. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 10-шы Андалусия жылқысы. Андалусия жылқысы таза испан жылқысы ретінде де белгілі. Мыңдаған жылдар бұрын Пиреней түбегінде мекендеген және оның дене пішіні ғасырлар бойы өзгермеген. Олардың бойы ұзын, бойы шамамен 1,8 метр және ең ауыр кезінде шамамен 545 келіге жетеді. Андалусия жылқыларының жалдары мен құйрықтары ұзын, қалың болады. Олардың ең көп тараған жүннің түсі сұры түсі. Андалусия жылқылары мойынсұнғыш, ақылды және сезімтал. Олар өздерін құрметті және құнды екенін сезінгенде, олар нәрсені тез үйренеді, жылдам әрекет етеді және ынтымақтасады. Бұл ат жаттықтыруын салыстырмалы түрде оңайластырады. Тарихта Андалусия жылқысы соғыс жылқысы ретінде де танымал болған. Сонымен қатар ол ақсүйектер өздерінің асыл мәртебесін көрсету үшін пайдаланатын маңызды жылқы болды және бұл ат өнерінде пайдалану үшін қарастырылған ең ерте жылқы тұқымдарының бірі болды. Осыған байланысты Испанияда Андалусия жылқысы ерекше құрметке ие болды. Оны испан үкіметі дипломатиялық құрал ретінде пайдаланып қана қоймай, тіпті Еуропаның түкпір-түкпіріндегі корольдер Андалусия жылқысын таңдайтын болды. Дегенмен, мұндай сапалы тұқымның өзі тұқымдық дағдарысты бастан кешірді. 19 ғасырда соғыс пен ауру себебінен андалус жылқыларының саны күрт азайып кетті. 1960 жылдарға дейін Андалусия жылқылары қатаң экспорттық шектеулерге ұшырады. Оның тұқымдары содан бері ғана әлемнің барлық бөліктеріне таралды. Олардың сұлулығы мен күш-қуатын бәрі бағалайды және олар тіпті көптеген кіші түрлерді де тудырды. 2010 жылға қарай дүние жүзінде 185 мыңнан астам Андалусия жылқысы тіркелген. Олар қазір көптеген ат спорты түрлерінде, соның ішінде ат бәйгесі, тосқауылдардан секіріп өту және ат жарыстарында қолданылады және олардың ерекше қалпы соғыс жылқыларының бейнесін жақсы көрсете алатындықтан, олар қазір кинофильмдерде де кеңінен қолданылады. 9-шы Нидерландтық жылқы. Нидерландтық жылқы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана пайда болған тұқым. Ол Нидерландыдағы Зеландияның ауыр жылқысы мен Бельгияның Арденндегі Брабант жылқыларын будандастырып шығарған. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұл Нидерландыдағы ең маңызды жылқы тұқымы болды. Оның өте ерекшелігі бар, яғни аяғындағы жүні етік киген сияқты ерекше қалың. Кәдімгі жүйрік аттардан айырмашылығы, олар негізінен ауыл шаруашылығында жұмысшылармен бірге жүретін жұмыс аттарына жатады. Бұл жылқының биіктігі шамамен 1,6 метр, салмағы шамамен 750 келі, салыстырмалы түрде тыныш темпераменті бар, әсіресе ұзақ мерзімді, ауыр жүктерді тасымалдауға немесе тартуға қолайлы. Дегенмен, ауыл шаруашылығын механикаландырумен байланысты Нидерландтық жылқының сұранысы мен танымалдығы күрт төмендеді. Қазіргі кезде оларды жарыс майданда байқап қалуға болады. Мысалы, ағаш кесу жарыстары сияқты ауыр күш жарыстарында көрінеді. Бірақ санақтарға қарағанда 2009 жылы Нидерландыда ауыр жылқылардың саны небәрі 1424 басқана қалған. 8-ші Австралиялық жылқы. Австралиялық жылқы суыққа төзімді жылқы тұқымы. Басында таныстырған жылқылардан айырмашылығы, оны австралиялық Клайдестейл, Перчерон, Шир және Сuffolk Punch деген 4 түрлі таза қанды жылқылардан будандастырылып шығарған. Мақсаттары скрининг арқылы ең жақсы генетикалық сипаттамаларды алу. 1979 жылдың өзінде асыл тұқымды жылқылар бағдарламасын ілгерілету үшін австралиялық асыл тұқымды жылқы қауымдастығы құрылды. Қазіргі уақытта австралиялық жылқылардың қабылданған шығу тегі шамамен 1854 жылдан басталады. Олар қатты биік емес, шамамен 1,5 метр, бірақ олардың салмағы шамамен 860 келіге жетуі мүмкін. Мұндай күшті дене оларға үлкен салмақты көтеруге мүмкіндік береді және әртүрлі ауыр жұмыстарды орындауға жарамды етеді. Бастапқыда австралиялық жылқылар негізінен ауыл шаруашылығында пайдаланылды, бірақ кейінірек алтын өндіру өнеркәсібінің дамуымен австралиялық жылқылар тау-кен жұмыстарына байланысты әртүрлі тапсырмаларда кеңінен қолданылды.
Бүгінгі таңда техника өндірісі кеңінен насихатталып жатқанда, австралиялық аттар әртүрлі міну және тарту ат спорты жарыстарында жиі пайда бола бастады. Бірақ Австралияның кейбір шағын фермаларында ол әлі де өте құнды еңбек атына жатады. 7. Американдық кілегей жылқысы. Американдық кілегей жылқысы ерекше және сирек кездесетін жылқы тұқымы. Оның ең ерекше белгілері оның үстіндегі сүйкімді кілегей түсіне ұқсайтын жүндері және жуас тыл алғыштығы және қатал мінезі. Жылқының бұл түрі алғашында Америка құрама штаттарында өсірілді және оның тарихын 20 ғасырдың басынан бастауға болады. Бұл Америка құрама штаттарындағы жалғыз ауыр салмақты жылқы тұқымы. Олар кілегей түсті, қызғылт терісі және кәртас көздері бар ұрпақтарында сақталған әже атты биеден туылған. Осылайша бұл осы тұқымның таңғажайып сипаттамасы болды. Ол кезде жылқының бұл түрі негізінен ауыл шаруашылығы жұмыстарына пайдаланылды. Олардың мөлшері орташа үлкен, әдетте иығы шамамен 1,6 метр биіктікте, салмағы 900 келіге дейін жетеді. Бұл жылқылардың қатты дене құрылымы, мықты сүйектері және жақсы дамыған бұлшық еттері оларды ауыр жұмыстарға өте ыңғайлы етеді. Бірақ уақыт 20 ғасырдың ортасына келгенде, ауыл шаруашылығын механикаландыруы кілегей жылқыларына деген жалпы сұраныстың төмендеуіне әкелді. Бұл да кілегей жылқылардың санының азая бастауына әкелді. 1950 жылдардың соңына қарай тек 200 бас кілегей жылқылар ғана тірі тіркелді. Бірақ бақытына орай, кілегей жылқылардың санын толықтыруға көмектесу үшін ережелер кейінірек жасанды ұрықтандыру және эмбриондарды тасымалдау сияқты әдістерді ашты. Шығарылған құлындар кілегей жылқысы болып сәтті тіркелді. Бір топ ынталы селекционерлер мен энтузиастардың күш-жігерінің арқасында Америка құрама штаттарында кілегей жылқылардың саны айтарлықтай өсті. Қазіргі уақытта кілегей жылқы өзінің әдемі келбеті мен жақсы мінез құлқысының арқасында арбаға чегіліп мәдени қимылдарында танымал бола бастады. 6. Кеңестік жылқы. Кеңес одағының өзінде бірде-бір төл тұқымы жоқ. Кеңес одағының жер бедері күрделі, егістіктерді өңдеуге күшті жүйрік жылқылар қажет. Осылайша шамамен 1860 жылдары Кеңес одағы Бельгиядан Брабант жылқыларын әкеліп, оларды әртүрлі биелермен будандастырып, содан кейін кеңестік ауыр жылқылар дүниеге келді. Оның сүйектері үлкен және бұлшық етті, ал арқасы кең және күшті. Айғырының биіктігі 1,6 метрге жетеді, ал ең үлкен салмағы 1000 келіге жетеді. Жылдам өсу қарқыны мен тез көбею қабілетінен басқа, оларды өте пайдалы жұмыс жылқылары деп айтуға болады. Алайда бұл жылқының саны 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде айтарлықтай азайып, олардың саны 1980 жылдары ғана толық қалпына келтірілді. Кеңестік ауыр жылқылар туралы тағы бір қызықты тривия бар. Бұл жылқылардан ет және жылқы сүтін өндіруге де пайдалануға болады. Әр лактация кезеңінде биесінен максималды сүті 6320 келіге жетеді. Бұл жақсы ақшаға сатуға болады. Келесі жолы жылқы сүтін ішкенде байқап көріңіз, мүмкін ол кеңестік ауыр жылқының сүті шығар. 5. Суффолк жылқысы. Суффолк жылқысы Ұлыбританияда туған жылқы тұқымы. Сонымен қатар Ұлыбританияда өсірілетін ең көне және ең таза ауыр жылқы тұқымдарының бірі. Түрлі түстерде келетін басқа жылқы тұқымдарынан айырмашылығы, Суффолк жылқысы тек қоңыр түсте келеді. Ол алғаш рет 16 ғасырдың басында пайда болған, егіншілердің ауыр жұмыстарына көп септігі тиген. Сол үшін егіншілер Суффолк жылқысын көп қажет қылған. Сондықтан олар өсіру кезінде жылқының жеке басын таңдауға ерекше мән беріп, нәтижесінде пайда болған Суффолк жылқысы сыртқы келбетімен өте айбынды болды. Биіктігі 1,75 метрдей, салмағы 1000 келіге дейін жетеді. Сонымен қатар, бұл өте үнемді. Ол бір өлшемдегі жылқыларға қарағанда аз жейді. Бұл бағудағы шығынды жеңілдетеді. Бұрын Суффолк жылқысы кішкентай тұяқтар үшін жиі сынға ұшырайтын. Сыншылар бұл кішкентай тұяқтар аттың ауыр салмағын көтере алмайды деп сындайтын. Дегенмен нақты жұмыс көрсеткіштеріне қарағанда, Суффолк жылқысы бұл күмәнді жойып қана қоймай, сонымен қатар тамаша тұяқ құрылымы деген атаққа ие болды. Кейінірек ол негізінен ауыл шаруашылық жерлерінде істетілді. Сонымен қатар жүк көліктері мен басқа да тасымалдауларға пайдаланылды. Ол 20 ғасырдың басында танымал болды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығын механикаландыру жалпыласқанда Суффолк жылқысын пайдалануды айтарлықтай азайтты. Сонымен қатар 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде оның етін пайдаланып, бұл Суффолк жылқыларының санының төмендеуіне әкелді. Кейінірек олардың тіршілік ету және көбею мәртебесін британдық сирек тұқымды тірі қалдыру тіресті және американдық мал тұқымдарын сақтау қауымдастығы оны негізгі түрлер тізіміне енгізді. Назар аударылғаннан кейін Суффолк жылқыларының саны баяу өсе бастады. Суффолк жылқысы қазір басқа елдерге экспортталады және аң аулау немесе кедергіден секіру спорттық жылқы қылу үшін, сондай-ақ орман жұмыстары мен коммерциялық жарнама үшін пайдаланылады. 4. Бельгиялық жылқы.
Егер сіз аязға шыдамды және жуас жүйрік атты іздесеңіз, бұл бельгиялық жылқы болуы мүмкін. Бельгиялық жылқы Брабант атты жылқы деп те аталады. Бельгиялық жылқыларды ресми түрде өсіру 17 ғасырда Бельгияда басталды. Адамдар Бельгия жылқыны кезінде шайқасқа апаратын орта ғасырлық ұлы жылқылардың ұрпағы деп есептейді. Бельгиялық жылқылардың биіктігі 1,7 метрге дейін жетуі мүмкін және олардың салмағы 1000 келіден асуы сирек емес. Шындығында, әлемдегі ең биік жылқының қазіргі әлемдік рекордшысы, бұл таңғажайып биіктігі 2,1 метрге жеткен Биг Джек атты бельгиялық жылқы. Өкінішке орай, оның өмірі 2021 жылы 20 жасыға дейін болды. Бельгиялық жылқылардың алып денесі мен күші олардың жылдар бойы ауыл шаруашылығында ғана емес, сонымен қатар орман шаруашылығы жүйелерінде де әртүрлі жұмыстарда пайдаланылғанын білдіреді. Бұл жылқы тұқымының күші шынымен таң қалдырады. Жазбалар деректері көрсеткендей, бір жұп бельгиялық жылқы шамамен 7700 келі салмақты тарта алады. Техниканың өркендеуі фермерлерге көмектескенімен, бірақ бельгиялық ауыр жылқылардың танымалдығы әлі де төмендеген жоқ. Оларды мініп серуендеу және ат спорттарына жаттығу үшін тамаша аттар болып саналады. Бір қызығы, дүние жүзіндегі ең биік жылқы бойынша әлемдік рекордты иеленумен қатар, бельгиялық жылқысы құжатталған жазбалары бар жылқылардың ішіндегі ең ауыр жылқы атағында иеленеді. Кастрацияланбаған таза қанды бельгиялық жылқы болып есептелінеді. Оның биіктігі шамамен 1,98 метр, салмағы 1452,8 келі болды. Ол 1928 жылы 12 сәуірде туылып, 1948 жылы 6 қыркүйекте дүниеден өтті. Өлгенге дейінгі салмағы 1451,5 келі болды. Тек тағаның ұзындығының өзі 76 сантиметр, пілмен салыстыруға да болатын. Кейбір адамдар бұл рекордқа күмән келтіргенімен, тіпті сәл асыра сілтеп жіберсе де, оның салмағы әлі де орташа бельгиялық жылқыдан 450 келіге жуық ауыр. Үшінші Клайдестейл жылқысы. Бүгінгі әлемдегі ең танымал жылқы тұқымы, Клайдестейл, шотландтық жылқы тұқымы. Ол Клайд алқабында шыққандықтан осылай аталды. Оның көпшілігі Ланаркшир округінде. Клайдестейл жылқыларының бет пішіні тік немесе сәл дөңес, кең маңдайы мен тұмсығы бар, сұлулығына тамсанасыз. Клайдестейл жылқысы да жұмысшы жылқы болып табылады және әртүрлі елдерде кең таралған тартысқа қолданатын жылқы болып табылады. Сіз Клайдестейлдің дене пішіні өз тарихында көп өзгергенін білгенде таң қалуыңыз мүмкін. Ежелгі Клайдестейл жылқылары шын мәнінде кішкентай болды және уақыт өте келе будандастыру арқылы олардың денесі іріленіп және танымал бола бастады. Жылқы иелері басқа да іс-шараларға биік, күшті жылқыларды өсіргісі келді, ақырында сәтті болды. Бүгінгі күні Клайдестейл жылқысының орташа биіктігі 1,8 метрден асады, ал кейбіреулерінің салмағы 900 келіден асады. Осы жылдардағы бұл өзгерістер Клайдестейл жылқысын өте күшті және танымал жылқы тұқымына айналдырды. Тіпті 19 ғасырдың аяғында биіктігі 1,8 метрден асатын және салмағы 1000 келіден асатын ересек айғырлардың айтарлықтай саны болды. Дегенмен, Клайдестейл жылқысының тағы бір ерекшелігі бар. Яғни, олар кейбір ауруларға ерекше бейім. Мысалы, созылмалы үдемелі лимфедемаға бейім. Бұл аурудың клиникалық көрінісінде адамдағы созылмалы лимфедемаға ұқсас үдемелі сіну, гиперкератоз, төменгі аяқтардың фиброзы жатады. Денсаулыққа қатысты тағы бір мәселе төменгі аяқтың қауырсында аймақтарындағы тері ауруы, әдетте Клайдестейл қышуы деп аталады. Осы проблемаларға қарамастан, Клайдестейл әлемдегі ең танымал жылқы тұқымдарының бірі болып қала береді. Ең танымалы оның Budweiser сырасындағы имиджін растау. Бұл үлкен және әдемі аттар жыл сайынғы Super Bowl жарнамасында пайда болды. Бұл жарнаманы бірден адамдардың сүйікті жарнамасының тақырыбына айналдырды. Бұл шынымен де сыртқы түрді ерекше бағалайтын қоғам екенін айту керек. Екінші, Белшерон жылқысы. Белшерон жылқысы бүгінгі тізімімізде аздап жұмбақ тұқым болып табылады, өйткені оның шығу тегі әлі күнге дейін түсініксіздеу. Бұл жылқы тұқымы Францияның батысындағы Перче провинциясында өсірілетінін ғана білеміз, және жылқы тұқымының атауы осыдан шыққан. Бірақ оның қалай пайда болғаны жұмбақ күйінде қалып отыр. Олардың нақты шығу тегі белгісіз болғанымен, адамдар бұл тұқымның алқапта 17 ғасырда пайда болғанын біледі. Кейбір адамдар оны біздің заманымыздың 496 жылы пайда болуы мүмкін деп санайды. Бұл оны бүгінгі күнге дейін өмір сүретін ең көне жылқы тұқымдарының бірі етеді. Олар соғыс жылқыларының ұрпақтары деп есептеледі және уақыт өте келе олар арбаларды тартуға, кейінірек ауыл шаруашылығына және ауыр жүктерді тасымалдауға пайдаланылды. Белшерон жылқыларының дене мөлшері олар тұратын елге байланысты өзгереді. Мысалы, Францияда олардың биіктігі 155-185 см және салмағы 500-1200 келі болады.
Бірақ Америка құрама штаттарына орналастырылса, олардың бойы 169-180 сантиметрге, ал орташа салмағы шамамен 860 келіге жетеді. 1930 жылдары белшерон жылқылары ақшта жұмысқа салатын жылқылардың 70%-ын құрады. Техниканың өркендеуі фермерлерге көмектескенімен, бірақ бельгиялық ауыр жылқылардың танымалдығы әлі де төмендеген жоқ. Тіпті бүгінгі күні де оның ірі дене бітімі мен сәнді стиль үшін адамдар оны әлі де жақсы көреді. 2009 жылғы жағдай бойынша тек Америка құрама штаттарында жыл сайын шамамен 2500 белшерон жылқысы тіркеледі. Ал бұл жылқы тұқымы әлі күнге дейін жобалық мақсатта кеңінен қолданылады. Кейбіреулері жылқы ет үшін өсіріледі, басқалары орман шаруашылығында және арба тартуда пайдаланылады, ал кейбіреулері әртүрлі британдық ат жарыстарында, соның ішінде кедергіден секіру жарысы үшін қолданылады. Бірінші орынды шарма жылқысы иеленді. Шарма есімі сақиналар әміршісінде орта жер әлемінен шыққандай жұмбақ естіледі. Бірақ шын мәнінде бұл жұмыс үшін арнайы өсірілген британдық жылқы тұқымы негізінен фермерлерге жер жырту, арбаларды сүйреу қатарлы сияқты қиын жұмыстарды орындауға көмектеседі. Шер жылқысының ұзын және жіңішке басы, үлкен көздері, сәл доғалы мойыны бар, денесіне пропорционалды ұзын, иықтары терең, кеудесі кең, арқа бұлшықеттері қысқа және жақсы дамыған, артқы жағы ұзын және кең, аяқтарында қауырсын тәрізді жүндері көп емес, жүндері жұқа тікірейген, жібектей. Шер жылқылары әрқашан өздерінің орасан зор үлкендігімен және күшімен танымал болды. Олардың орташа биіктігі 1,7 метрден асады, салмағы 900-1200 келіге жетеді. Тарихи деректерге сүйенсек, әлем тарихындағы ең үлкен супер алып жылқы Мамонт атты шер жылқысы, ол 1846 жылы Бедфордширде дүниеге келген. Оның биіктігі 2,19 метрден асады, салмағы 1524 келіге жуық. Алып денеде таңғажайып күшті білдіреді. 1924 жылы британдық алып жылқылар көрмесінде екі шер жылқысы таңғажайып жүк көтеру қабілетін көрсетіп, көтере алатын жүк 50 тоннаға жеткен. Және ең таң қалдыратыны, олардың тарту күші динамометрдің максималды көрсеткішінен асып түсетіндіктен, олардың тарту күшін дәл өлшеу мүмкін емес. Тағы бір көрмеде осы екі жылқы жерден 18,5 тонна салмақты тартты. Бұл 260 ересек адамның жалпы салмағына тең. Алайда олардың денесі өте ірілігіне байланысты шере аттары мінуге жарамайды. Олардың биік денелері мен кең арқалары оларды мініп жүруге өте қолайсыздық әкеледі. Ал аттың үстінен құлаған жағдайда ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, шер жылқылары басқа соғыс немесе жүйрік жылқыларға қарағанда жүйріктігі мен икемдігі нашарлау болады. Сондықтан оларды тартыс аттары ретінде қолданған қолайлы. Осыған қарамастан, шере жылқысының ауыл шаруашылығы мен көліктегі рөлін бағаламау мүмкін емес дегенмен, ауыл шаруашылығы мен көлікті механикаландырудың үздіксіз ілгерілеуіне байланысты жылқыларға қажеттілік тез төмендеді. 1960 жылдарға қарай шер жылқысының популяциясы миллионнан бірнеше мыңға дейін азайды. Оның саны 1970 жылдардан бері қайтадан көбейгенімен, сирек тұқымды тірі қалдыру жөніндегі трест әлі күнге дейін тұқымды қауіп төніп тұрған деп санайды. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.